Жақсы адам бол, бірақ мұны дәлелдеу үшін уақыт жоғалтпа. Егер бүгін жүруді бастамасаң, ертең жүгіруіңе тура келеді. Бәріне ұнауға әрекет етпе, себебі мұның ләжі жоқ. Қанша көп сөйлесең, сөзіңнің мәні соншалықты кем болады. Наданмен сөз таластыруға уақытыңды сарп етпе. Ең жақсы киімдеріңді бүгін ки, жақсы көретін тағамыңды бүгін дайында, айтқан келген сөздеріңді бүгін айт. Қолайлы уақытты күтпе, ол ешқашан келмейді. Өзіңді және өміріңді өзгемен салыстырма, әйтпесе ешқашан бақытты бола алмайсың. Сені өз мақсаты үшін пайдалануды көздейтіндерден аулақ жүр. Көз көңілдің айнасы. Нағыз ұлылықтың белгісі өз қатеңді түсіну. Құс тірі кезінде құмырсқаны жем етеді, ал құс өлгенде өзі құмырсқаға жем болады. Қаншалықты күшті болсаң да, уақыт сенен де күшті екенін ұмытпа. Ақылды адам көпті білетін адам емес, өзін білетін адам. Туу өлімге апаратын бірінші жол. Дүниеде еш нәрсе бүгінгі күніңнен қымбат емес. Дүниеде әртүрлі ұрылар арасында ең жаман ұрылар ақмақтар, себебі олар уақытың мен көңіліңді ұрлайды. Білуші сөйлемейді, сөйлеуші білмейді. Тікенге тимей, раушан гүлін үзіп болмас. Жаманға жолама, боларсың жаман, қарасын жұқтырар әрдайым саған. Көз соқырлығынан көңіл соқырлығы қиын. Ақылды адам өмірде үш нәрседен қашады: жастығында мәнсіз күлкіден, орта жаста жанжалдан, ал кәрілікте ашкөздіктен. Қателіктің ең оңай жолы бұл көпке еру. Бал арасы шыбынға балдың нәжістен жақсы екенін түсіндіруге уақыт сарп етпейді. Қалаған амалын табады, қаламаған шелеу табады. Сөз әсер етпейтін адамға таяқ та зая. Сұлулық бұл қысқа уақыт әкімдік ететін патшайым. Бәріне дос болған ешкімге дос болмайды. Адам алғашқы 2 жылда сөйлеуді, қалған өмірінде үнсіздік сақтауды үйренуі керек. Егер адамның досы аз болса, демек өмірлік тәжірибесі мол. Күлуді білмейтін адам бақытсыз адам, ал жылауды білмейтін 2 есе бақытсыз. 2 қошқар сүзіссе, бөрінің несібесі бүтін болады. Шыншыл адамның бір ғана әлсіздігі бар, оны алдау оңай. Сахнадағы ойын өмірдегі ойындар алдында ойыншық болады. Ақыл үлкен қазына, оны қаншалықты көп қолдансаңыз, соншалықты толыса береді. Кейде 32 тіс бір тілге иелік қыла алмай, басы бәлеге қалады. Досым маған не берді дерден бұрын, мен досыма не бердім деп ойлан. Дүние тәшвиштерінен тойып кетсеңіз, кексе адамдарды зиярат етіңіз.
сонда дүниенің мәңгілік еместігін көріп, көңіліңіз жай табады. Ертеңгі күннің қамы жүрегіңізді қысса, сәбиді бауырыңызға басыңыз. Сонда дүниенің мәңгілік екенін ойлап, жүрегіңіз нұрланады. Жеңілгендерден гөрі берілгендер көп. Дүниедегі ең оңай іс бұл ақыл айту. Сол үшін болар мұнымен айналысатын адамдар өте көп. Егер отынды өзің жарсаң, онда үйің 2 есе жылы болады. Егер сіз қолынан бір нәрсе келеді десеңіз, онда сіздікі жөн. Ал егер қолынан ештеңе келмейді десеңіз, онда тағы да сіздікі жөн. Үлкендер жастарға ақшаңды үнемде деп кеңес береді. Бұл өте жаман кеңес. Ақшаны үнемдемеңіз, ақшаны өзіңізге инвестиция жасаңыз. Адам өсуге ұмтылуды тоқтатқан күні өледі. Қайғың асса, дария жағала, қуанышың артса, мазар жағала. Жақсыға жақсы бол, жаманға жаман, гүлге гүл болғанда тікенге тікен. Миыңызды өзіңіз басқармайды екенсіз, оны басқалар басқаруға өтеді. Жұрттың бәрі сізді жақсы көре бермейді, мұны өмір дейді. Ешкім сіздің орныңызға өмірлік қиындықтарыңызды шешіп бермейді. Ол үшін өзіңіз әрекет етуіңіз керек. Ешкімнен ештеңе дәметпеуді, ешкімнен істеген жақсылығыңыздың қарымтасын күтпеуді үйреніңіз. Егер мақұл істесеңіз, шын көңілден және міндетсіз қылыңыз. Сонда өзіңізге өмір сүру 100% жеңіл әрі оңай болады. Өзіңізді қалай барсыз солай ұстаңыз. Өзіңізді өзгелердің алдында жақсы әрі сыпайы етіп көрсету күлкілі әрі жасанды көрінеді. Тәуекелге бел буа алмайтын адам өмірде ештеңеге жете алмайды. Сөзіне емес, амалына сеніңіз. Әрбір нәрсе өз уақытында келеді. Бұл үшін сіз сабырлы әрі сенімді болыңыз. Біреуге қаншалықты қадірлі екеніңізді уақыттың өзі көрсетеді. Жүрегі таза, мейірімді адам екендігіңізге күйінетін кездеріңіз болды ма? Бірақ олай етпеңіз. Жақсылық ешқашан жерде қалмайды. Қолы ашық адам болсаңыз, өз шекараңызды білгеніңіз абзал. Себебі сізден алып үйреніп қалғандар да өз шекарасын білмей қалуы мүмкін. Құрметті көрермен, біздің мақсат ана тілімізде пайдалы әрі сапалы контент ұсыну. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше аман болыңыз.